Аздардың қатарынан болу бақыты. Бірде Хаттабтың омары базар аралап келе жатып, бір ер кісінің қасынан өтті. Ол Аллахтан: «Я Аллах, мені ұл-құлдарының ішіндегі аздардың қатарынан қала көр» деп қайталай беріпті. Сонда одан Омар: «Бұл дұғаны қайдан алдың?» деп сұрайды. Сонда әлгі кісі: «Аллах тағала өзінің кітабында: бірақ құлдарының арасында азы ғана шүкір дейді». Мұны естіген Омар жауап жіберді: «Адамдар сенен әлдеқайда білімді, Омар. Я, Аллах мені құлдарының ішіндегі аздардың қатарынан қала көр деді. Кейде біреулерге күнәңді тастасаңшы десең, олар: мен ғана емес, адамдардың көбі істеп жүрген нәрсе ғой дейді. Бірақ сол көптер туралы қасиетті кітапта адамдардың көбі білмейді. Бірақ адамдардың көбі шүкір етпейді. Адамдардың көбі сенбейді делінген. Және де көбі пасықтар, түсінбейді, теріс қарай бұрылып кетеді, тыңдамайды дейді. Сондықтан аздардың қатарында болуға тырыс. Олар жайлы Алла тағала: бірақ менің құлдарымның азы ғана шүкір етеді. Бірақ олардың азы ғана иман келтірді. Нағым бақтарына әуелгілерден көбірегі соңғылардан аздары ғана кіреді». Ибн Қайи былай деген: «Ақиқаттың жолымен жүр, жалғызсырама. Адамдардың көбі алданып, адасатын күнәһарлардың ізімен кетіп қалма. Субхан Алла тағала бізді құлдарының ішіндегі аздардың қатарына етсін. Әумин».